Тағы да қайырлы күн. Бүгінгі күннің екінші видеосын бастап түсіремін. Мынау алтыларыңызда қызанақтар. Өте тығыз. Қазір бір-біріне кедергі келтіріп тұрған жоқ. Бір-бірін күннің көзінен жауып, бір-біріне қатты кедергі келтіріп тұрған жоқ, бірақ келешекте алу керек болады. Айтады ғой, нағыз жапырақтары бір екеуі шықты, қалғандары үшінші, төртінші жапырақтар шығып жатыр. Қазіргі жай күйлері осындай. Қызанақтарды жеке алып тағы отырғызам. Бұларды енді далаға отырғызатын кезге дейін өсіп үлгерсе де, үлгермесе де ештеңе етпейді. Келешекте мен енді жылыжайды ары қарай қызанақтарды еге берем ғой, сондықтан қызанақ, қиярларды егем деп жоспарлап отырмын ғой. Сондықтан ол ешқандай да жаңадан өскен көшеттер қажет болады деген, іске жаратамыз деген сөз ғой. Жаратуға тырысамыз деген сөз. Енді мынау алдыларыңызда қиярлар. Мына жерде өсіп жатқан кейіннен егіп едім ғой, қиярларды алып басқа жерге анау жаққа отырғызып қойдым. Бұл жерлерге қияр егем. Негізі бұл жерлерде қияр болып тұрғаннан кейін қиярды жалғастырып, басқа сүріп болса да қиярды жалғастырып егем деп жоспарлап отырмын. Көрдіңіздер ме, әртүрлі осындай егу барысында, өсіру барысында әртүрлі қателіктер кетіп тұрады. Менің қателігім, мынау қиярларды ектім ғой. Содан қиярларды ектімді ана жерге қызанақ егіп жердім. Енді бұл қызанақтарды біраз күн, 3-4 күн тосып, пикировка жасап бөлек алу керек болады. Мына жерге қияр егіп, былайна көшет ретінде егіп алып басқа жерге ектім ғой. Бұл жерге қазір қияр сыйса, 1, 2, 3, 4, 5 қияр ғана сияды, 6, 7, 8 жарайтын шетін егіп жүр болады. Негізі қиярды бір жолата еккен дұрыс екен. Өйткені төбесінен андай жіптер қойып байлау керек болса, мысалы ұзын жіп болса да тартасын, ұзын жіпті. Сондықтан сол жіпке былай бөлек-бөлек қайтадан жіп тартып, қиярларды байлап қоямыз ғой. Сондықтан әр жақ грядкада, әр жақта бөлек қиярлар. Оларға да жіп тарту керек. Оған бөліп тартпайсың, түбіне дейін бәрібір ұзын жіп. Мынандай сияқты, төбеде жіптер тұр ғой, ұзын жіп түбіне дейін бәрібір керек болады. Сондықтан жаңағындайларды бақша өсіргенде ескерген дұрыс екен. Көрінген жерге жіп тағып, ол таға саласын ғой, ол уақыт және ол жіптің барлығы босқа тұрады, ұзыннан нетсен, тартып қойсан. Сондықтан осы жерге қиярлар өсті ма, мен ойлап тұрмын да, қиярларды әрі қарай мына жерге жалғастырып жіберем деп, осы қызанақтардың орнын бәрін қызанақтарды алғаннан кейін қиярға арнап жіберем деп отырмын. Негізі тағы бір ескеретін нәрсе, бір жағынан енді сондай бір қателік жасасам, онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Өйткені әр жақта қияр өсіп жатыр ғой, келешекте қай жерде жақсы өсетінін тағы білетін боламыз. Мына жақ көлеңкелеу ғой. Сондықтан бұл жаққа қияр еккен жоқпын, мынандай жіп тартам, сондықтан осы жақтарға қиярды жалғастырайын деп ойлап тұрсам да, мына көлеңкелеу жаққа қалай өседі екен, бұл жаққа да бәрібірде қияр отырғызу керек деген ойда тұрмын. Өйткені бұл жақтың өсуі басқаша болуы мүмкін. Сондықтан бұл жаққа да, осы жаққа да, көлеңкелеу жаққа да қияр егіп көруге тырысамын. Келешекте белгілі болады видеоларда. Мына жерде қызанақтар тағы да. Бұларда жобаммен ана қызанақтармен бірдейлеу ғой. Одан кейін бай алдылар, тәтті бұрыштар. Қазір нені көрсетіп жіберейін бір жолата. Мына қиярлар кейіннен еккен осы жерге. Мына арасында ептеп бойы ұзыны бар. Бойы ұзындар бар, біраз бар. Осы мынау лампочка екен, мына жерде тұр ғой, соған қарай анандай іздеп, жарықты іздеп, дәл мына үстіңгі жағында лампочка жоқ екен. Мына жерде жоқ, мына жерде соған қарай өсет, жарықты іздеп. Бірақ енді мыналарда ұзындау, бірақ мынау
мүлде ерекше ұзын екен. Мына жерлерде де біраз ұзындау. Енді негізі еккен кезде дәл сондай болмаған. Көрдіңіздер ме? Бірағында енді бұл өсе алмайтындай, өз-өзін көтере алмайтындай ұзарып кеткен жоқ. Сондықтан да бұл нормально деп айтуға болады. Жарайды әзірге. Сондай бір дұрыс емес нәрсе болып кеткен жоқ. Келешекте қалай өсетінін көретін боламыз. Мына жаман емес бұл қиярларды. Бұл екінші видеом.